Әлбек Қайратұлы, енді қазір бірнеше жыл болды ғой, бүкіл дүние жүзінің басын біріктіріп, арнайы федерация құрылып, үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Айтып берсеңіз, барысы қалай? Әсіресе алда көшпенділер ойыны келе жатыр. Оған дайындық, негізгі қызу жұмыстар, көзге көрінбейтін жұмыстар сіздер атқарып жатсыздар жоғары жақта. Нендей шешімдер қабылданып жатыр? Қандай мәселелер болды? Қандай кедергілер болды деген сияқты? Енді біріншіден 2019 жылы Дүниежүзілік көкпар федерациясы ассоциация құрылды. Сол кезде бұл жерде бізде 14-15 мемлекеттей кірді бұл ассоциациямызға. Ол Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Таджикистан, Ауғанстан, Россия, Қытай, Монголия, Венгрия, сондай мемлекеттер кірді. Бұл жерде енді біздің жұмысымыз бірінші очередь бұл көкпарымызды, спортты дамыту. Бірінші мақсатымыз сол. Екінші, қазір міне көшпенділер ойы деп жатыр. Ол жерде біздікі енді бұл ойынды біздің мемлекетіміз дирекция жасап жатыр, дұрыс қой? Дирекция всемирных игр кочевников дейді. Біз бұл жерде тек қана наблюдательміз. Наблюдатель ретінде и надзорный орган дейді ғой. Надзорный орган сияқтымыз болды міне. Көшпенділер ойыны. Қазір сол 15 елді біріктіріп отырсыздар ма басын? Тағы да бар ма үміткерлер, осы спортты қызығушылар деген сияқты? Қазіргі таңда 15-ке тақау мемлекет бар. Енді ойымызда бұл көкпарымызды азиатский ойынға кіргізу, әлемдік чемпионат жасау, сондай жоспарларымыз бар. Мына жерде ең бастысы ол шабандозбен спортсменнің атын қауіпсіздігі. Мысалы қазір әлемде Greenpeace деген ассоциациялар бар, солар мысалы бізге өз ұсыныстарын айтып жатыр. Аттарды қалай сақтау керек деген сияқты, чтобы орысша айтқанда жестокое обращение с животными болмасын да. Сол үшін олардың өз ұсыныстары бар деген сияқты. Соны совместно қазір Құдай қаласа енді әлемдік деңгейге шығарайық деп сондай ниетіміз бар. Осыдан бір 7-8 жыл бұрын ба біз үлкен ережелерінде өзгерістер болды ғой. Басты мақсатта сол болды, халықаралық талаптарға сай келтіру, жаңағы жануарларды қорғау ұйымдары бар. Сол жемісін беріп жатыр ма? Халықаралық ұйымдар түсініп жатыр ма? Жаңа өзіңіз айтқан үлкен азиялық, әлемдік аламандарға қосылу үшін көмегін жасап жатыр ма? Және тағы қандай қадамдар жасауымыз керек деймін осы көкпардың танымдылығын, насихатын күшейту үшін? Енді мен ойлаймын, бірінші очередь көкпарымызды дамыту үшін көбірек жарыс беру керек бізге. Республиканский турнирдан бастап, международный турнирлар, азиатский лига, сонда жарыстарды көбірек беру керек, әлемдік чемпионаттар беру керек. Міне мысалы қазір 5-ші көшпенділер ойындарын қазір Қазақстан елордамыз Астанада өткізіп жатыр. Бұл да енді біздің туризмімізге де жақсы, біздің спортымызды дамытуына өте жақсы. Жақсы ғой бұл енді. Осылай көбірек жарыс беру керек. Сөйтіп мысалы қазір біздің оңтүстігімізде көкпар жақсы дамыған, мысалы север жақта, солтүстікте олай қатты дамымаған. Сол үшін көбірек жарыс бергенде теледидардан көрсетеді. Қазір мобилографтар бар, TikTok, Instagram, әлеуметтік желіде көбірек көрсетсе, сол кезде жастар көреді, сол дамиды да, солай дамыту керек бізге. Осы қазақ пен қырғыз ғой, қарым-қатынасын қалай бір жолға қоямыз? Бәсекелес біз, халыққа да керегі сол, кім мықты, кім жеңеді деген сияқты. Алда қалай көріп тұрсыз осы екі елдегі дамуын? Енді действительно бұл құпия емес, бәрі біледі. Әлем чемпионаты болсын, дүниежүзілік көшпенділер ойыны болсын, қазақ пен қырғыздар постоянно финалда кездеседі. Мен ойлаймын, енді бұл кездесулерді нейтральный зонада өткізсе, мысалы Ташкент болсын, Таджикистан, любой жерде мысалы сол жердің полярында өткізіп, международный судьялар, аккредитованный судьялар болсын, сол ойны дружеский ойын өткізу керек, чемпионаттар өткізу керек, сөйтіп ойнап бұл спортсмендер ғой. Ол жерге политика нені араластырмау керек. Ол чисто спорт. Все, кімнің аты мықты, кімнің дайындығы мықты, солар женеді. Менің ойым сондай. Одан кейін көкпар бар, көкбөрі бар ғой. Тартыстың бәрі осы жерден шығып жатыр. О баста қазақтың көкпарымен өтеді деді. Одан кейін көкбөрінің де екеуінің де ережесі қосылған. Екі жарыс медальдар жиынтығы сарапқа салынады екен. Осыған қатысты көзқарасыңыз, жалпы шешім дұрыс болды ма, әлде тек қана бір бағытты қалдыру керек пе деген сияқты? Енді бұл жерде былайда басында көкпар деп айтты, одан кейін көкпар да қосылды. Енді бұл жерде шешім қабылдаған біз емес, дүниежүзілік көкпар федерациясы емес, өткізіп жатқан мемлекет ол Қазақстан. Қазақстан өткізіп жатыр, Қазақстан басшылығы шешті, көкпар да ойнайды, көкпар да ойнайды. Енді бірақ та біздің Қазақстан сборные 7 жыл уже ойнамаған көкпар. 7 жыл қазандыққа шаппаған. Мысалы көкпар мен көкбөрінің қандай айырмашылығы бар дейсіз, ол қазандық пен шеңбер мәре дейді. Ол жаңағы
дүниежүзілік нелеріміз бар ғой, организациялар, Greenpeace деген. Солар мысалы қазандыққа аттар көп соғылады да, сол үшін травмоопасный болмау үшін шеңбері қылды жерге. Ол көкпардың ережесі сондай, а көкбөрінікі ол қазандыққа шабады. Енді біз Қазақстанның құрамасы 7 жыл көкбөрі ойнамаған. Енді аттары да ол жерде уже енді аттарды үйрету керек қой, любой атты мысалы. Шауып барып тоқтай қалады, или қасына шауып өтеді мысалы. Аттарды үйрету керек, дайындау керек. Енді ойын көрсетеді. Жақсы. Сосын жаппай көкпар бар, командалық көкпар бар. Тағы да бір жүйеге келтірілмеген әлі. Бұны қалай реттеуге болады? Мысалы, жаңағы қазақтар жаппай көкпарға жақсы, қырғыздарда командалық жақсы дейді. Жарыстарға келгенде жаңа көңіліміз қалып жатады, мысалы өзіміздің жігіттердің. Реттеуге бола ма жаппайды да? Сосын командалыққа кішкене сол жақтан резерв дайындап, жылқыларды да сол жақта дайындап, жігіттерді дайындап. Мен сізге былай айтамын, мысалы ата-бабаларымыз ойнаған жаппай көкпар, мына жерден шабандоздар команда көкпарға да дайындап шығаруға болады, теңге ілуге де дайындап шығаруға болады, жамбы атуға, аударыспаққа да. Мысалы аударыспақ неше әлем дүркін чемпиондар жаппай көкпар жақсы ойнайды. Бәрін осы жаппай көкпардан шығаруға болады. Мысалы, бұны енді қолға келтіріп дамыту десең, ол мемлекетіміз енді мемлекет тарапынан бір ұсыныстар болып қолдау болса, федерациялар ашу керек, заңды түрде аккредитация беру керек, спорттарымыз бәрін тіркеп, спортшыларымыз бәрін тіркеу керек. Мысалы, қазір міне жаппай көкпар болып жатыр, міне мына газельдер келіп жатқан, аттар келіп жатқан, бұлардың бәрі жеке меншік өздері арендаға алады. Иә, мен мысалы біз өз коневозгамен алып келдік аттарымызды. Бәрі өздері алып келеді да, мына жерде мысалы бәрі частный ақша дейді ғой. Мына жерде мысалы бұл көкпар беріп жатқан адам тоже міне мысалы частный адамдар. Мысалы оңтүстікте 1 миллиардтан көп ақша оборотпен не беріп жатыр, жаппай көкпарлар жылда өтеді да. Оның бәрі жеке меншік адамдар береді. Біреу той береді, біреу бата алады, біреу ас береді деген сияқты. Ол ата-бабамыздың несі ғой. Дәстүр ғой, қалыптасқан спорт. Қалыптасқанда. Оны жүйелеуге бола ма деймін ғой, жұмыстарды бір жүйеге келтіруге бола ма? Әйтпесе әркім өзінің ыңғайына тартып білесіз ғой енді. Әрине болады оны жүйеге асыру. Болады оны. Енді бұл жерде ол бір күндік жасалатын не емес. Бұл жерде программа жазу керек, правиларын дұрыстап жазу керек, қолдау керек. Мысалы мемлекет тарапынан қолдау керек. Сөйтіп бәрі бірігіп істесе, ол жүйеге асыруға болады бұның бәрін. Одан кейін анау қырғыздың аты мықты, иә? Қазақтың палуаны мықты дейді. Бізде неге осал? Осы ат дайындау жағы қасыңызда тұр ғой, айтып берсең. Енді менің ойым, енді негізі қазақтың да аттары мықты, қырғыздардың да аттары мықты, өзбектердің да аттары мықты ғой. Бұл жерде бөліп нете алмайсың. Енді просто кім қалай көңіл бөледі да. Мысалы ат деген ол жануар ғой. Сен мысалы сөйлессең ол түсінбейді да. Мысалы сен оны дұрыстап жемін беру керек, оны дұрыстап суыту керек, дайындау керек. Мысалы кім дұрыстап көңіл бөледі, кім соны витаминдарын дұрыстап беріп, дұрыстап суытып, дайындап, профессионалдар дайындайды ғой. Соның бәрін мысалы кім дұрыс дейді, солардың аттары жақсы результат көрсетеді. Мысалы енді қырғыз ағайындарға келетін болсақ, олар енді олардың ұлттық спортта қатты көңіл бөледі да, олар көкбөруге, олар көкпарға болсын, көкбөруге болсын, аламан көкпар дейді олар, жаппай көкпарды. Олар қатты көңіл бөледі. Олардың ауылдарда каждый өз үйінде бір ат асырайды, кішкентай кезден балаларды үйретеді. Мысалы бізде қазір солтүстікте енді дамып жатыр ғой, Астанаға қазір көресіздер, 300-400 ат жиналады. Олар қатты көңіл болады. Мысалы өзбек ағайындар болсын, олар да қатты дайындайды аттарды. Сол енді аттар шығаруға болады. Ол бізге кони заводтарда, бұл Совет өкіметінде болған бізде мықты кони заводтар бар. Костанайский, Луговской кони заводтар. Солардың бәрін қазір қайтадан мемлекет тарапынан қолдау көрсетіп, соның бәрін қайтадан біздің өз заводтарымыз шығару керек. Неге десеңдер, қазір бізде мысалы Польшадан аттар сатып алып жатырмыз, біз Россиядан алып жатырмыз, Қырғызстаннан көп ат алып жатырмыз. Ол құпия емес, бәрі біледі мысалы қазақтар сол жақтан алып жатқан. Сол өз аттарымыз шығару керекпіз, селекция жасау керекпіз. Жақсы биелерді алып келу керек. Жақсы айғырларды сатып алып, паспорттары бар, қызыл паспорттары бар. Айғырларды алып, биелерге қойып, қандай бізге көкпарға аттар керек, мысалы, жаппай көкпарға дәу аттар керек, мынау ат сияқты, мысалы, дәу аттар, скоростной, мықты аттар керек, мысалы. Командныйға скоросты мықты, басы жұмсақ, сәл бойлары кішкентай аттар керек. Защитан аттар үлкендірек болу керек, мысалы, командный болса. Тұмаржан деген атым, мен бұл линиясы да мықты, қазір 6 жасқа шықты, құдай қаласа. Мынау жүген дейді, күмістен жасалынған, ручной әдем болсын деп күмістен жасалады бұл. Мынау алдында тұрған бұл өмілдірік, щиток сияқты. Аттар соғылғанда жырылмайды да сол кезде. Сол үшін аты тұр, Тұмаржан деп. Потом мына жерде аяғындағы щитоктар бар міне. Обязательно аяғына щиток керек, аттар шапқанда аяқтарын ауыртпайды да. И мына жерге тұяғының үстіне колокольчиктер. Потому что додада болғанда аттар бір-бірінің аяқтарын басады да, сол басыл қалмасын деп осының бәрі. Енді бұл спортта самый главный шабандоз бен аттың қауіпсіздігі.
Одан кейін мына жерде ер тоқым, тартпа, үзеңгі, все осымен болды міне. Бұл жаңа қайсы жаппайға келіп тұр ма әлде командалық? Ол жалпы бұл жаппай болсын, командный болсын, разница жоқ, бұл бәрі универсал. Просто именно командный көкпардың ер тоқымдары басқа болады. Мынау жаппайға арналған ер тоқым, былай биік, олардың ручкасы басқа. Сол, қалған бәрі осыны, дәл осындай. Атты дайындауда неге ерекше мән беру керек? Не бір бізде? Не ескермей жатады? Ерекше мән беру керек бізде енді бұл режим дейді ғой, мысалы. Азанда дұрыстап суын, шөбін, жемін бір уақытта беріп отыру керек. Потом қарау керек. Бір аттың аппетиті үлкен болады. Адам сияқты ғой, тоже. Бір ат көп жейді, біреу аз жейді деген сияқты. Соның нормасын беру керек. Көп беріп қойсан ат ауыр қалады. Аз берсең ол семірмейді. Сол үшін ол жілік майын, етін толтыру үшін жақсылап жемін беру керек. Витаминін дұрыстап беру керек. Кәдімгі спортшылар сияқты? Иә, кәдімгі спортшылар. Біз қазір мысалы біз мысалы жеміне арпа, бидай береміз, потом жеміне жұмыртқа қосып береміз, потом витаминдар бар, шетелден шивенал деген витамин алдырамыз, соны қоямыз, кальфастоник деген кальций береміз. Соны полный бәрін беріп, 2 уақыт беріп, дұрыстап суын беріп, дұрыстап тарау керек атты, мысалы, күтімге тоже, потому что ат жақсы тарағанда бұл денесі қышынбайды, демалып тұрады ат, өз-өзін жақсы сезінеді. $100,000 ұсынғаны рас па? Иә, $100,000 ұсынды. Өзбекстаннан, Қазақстаннан. Енді Тұмаржан деген жақсы ат енді. Сатылмады? Жоқ, сатылмады. Бермеді. Сатылмайды деп айтты, короче. Күтімі қалай бұның? Несі баптауы? Мұха деген өзіміз баптайды, Алибаның баптауында. Жақсы аты. Скорысы, кірісі, бәріне мінесін. Ат зор о жағынан. Сосын енді көшпенділер ойын жақындап қалды ғой. Білесіз ғой, палуандардың бәрін білесіз, жылқыны білесіз. Сосын қазақ пен қырғызды көп салыстырып жатады. Өзіңіздің бір ой, болжам, пікіріңіз айтып беріңізші. Жалпы қалай көріп жатсыз енді? Басталу жағы көп уақыт қалған жоқ, 1-2 апта қалды. Құда қаласа енді бұйырған ұтады ғой енді. Нәсіп болған ұтады Құда қаласа. Енді анау еш нәрсені айтып болмайды, поля шешеді ғой Құда қаласа. Қайсының әуметі жол жүреді, сол ұтады. Кімнің бағы жанады? Бағы да, бабы да қатар шауып тұрған адам. Бағы мен бабы сай келсе, сол ұтады Құда қаласа. Өзіміздің жігіттермен сөйлесіп тұрасыздар ғой. Көңіл күйлері қалай екен, жаттығуын барысы. Жаттығуы бәрі зор. Енді өзіміз жігіттер ұтады деп ойламыз енді. Құдай қаласа. Сосын командалық көкпар дамыту үшін не бір жолға қойылған дұрыс, қай бағытта қозғалған дұрыс, тағы да өз ойыңызды айтып кетіңізші осы тұрғыда. Команда ынтымағы болса, аттар, балдар сайлы болса, ұтады ғой Құда қаласа. Ары дамып кете береді ғой. Қазір әр аудан, әр облыста бәрінде бәрі ұйымдастырып жатыр командаға. Енді командный көкпарға келетін болсақ, енді мен жеке ой пікірім о жерде енді атты да мықтап дайындалу керек. Неге десеңіз, командный көкпар болсын, жаппай көкпар болсын, 60-70% жақсы результат ол аттан. Атын мықты болып тұрса, атын дайын болып тұрса, атын бабында болса, сол кезде жақсы результат болады. Біріншіден, екіншіден біз спортшыларымыз шабандоздарға келсек, мысалы, да, любой шабандоздар болсын, біздің құрама болсын, көрші мемлекеттің құрамалары, олар физический дайындық дейді ғой, физический дайындықтары болу керек. Учебно-тренировочный сбор, УТС көбірек өткізу керек. Ол качка бола ма, кросс бола ма, сондай. Палуандардың өзі? Иә, палуандардың өзі жақсы дайындық жасау керек. Ол жерге бізге мамандар керек, жақсы мамандар керек. Мысалы, сертифицированный дейді ғой, мысалы. Сондай мамандар керек. Обязательно міндетті түрде қазір енді бұрын бұл болмаған, қазір психологтар керек. Любой спортқа қара, күрес болсын, не болсын, бокс болсын, обязательно спортивный психолог болу керек. Потому что любой спортшының ең бірінші результаты ол бастан кетеді. Мысалы, қандай күші көп болып тұрса, настроен дұрыс болмаса, ол жарыс ертең болғанда жаңып кетеді ол. Уайымдайды, жауапкершілік бар, бәрі қарайды, үйдегілер айтады, ұят болады, балам бүйт сөйт деп, понимаете? Сол үшін бізде психологтар көп болу керек. Именно командный көкпарға. Это мысалы жауапкершілік қой, бүкіл әлем келеді, мысалы президенттер келеді, министрлар қарап тұрады, сол кезде жауапкершілік и шабандоздар уайымдайды. Сол үшін спортивный психолог, массажистар керек, мысалы, обязательно витаминдар беру керек. Ал енді бұрын оның бәрін қарамайтын ғой, мысалы, обязательно витаминдар, жақсы витамин. Қалай аттарға береді, спортшыларға 2 есе жақсы витаминдар беру керек. Потому что спортшыны біз өзіміз енді кезінде күрестік, боксқа да бардық, спортсмендер восстанавливаться ету керек та, дұрыс. Сол Мына Қуан Құрамаев, Нұрдәулет Момынов сияқты азаматтарымыз бар ғой жалпы. Иә. Көкпар десе солар еске түсетін. Неге қазір басқасында жоқ осы ұлттық құрамаларымыздың? Ол жағына хабарыңыз бар ма? Енді білмеймін, біз сыртынан қараймыз, кішкене неге осы азаматтар көрінбейді, неге бастары бірікпейді деген сияқты ойлар келеді.
Енді бұл жерде тоже мен өз жеке пікір ойымды айтайын. Мен ойлаймын енді қазіргі құрамада жүрген адамдарды ол шешім қабылдаған біздің спорт министрлігі. Енді олар шешім қабылдайды. Бұл шешімге ешкім енді біз кірісе алмаймыз, олар өздері біледі. Если олар солай шешім қабылдаса, мен ойлаймын енді дұрыс деп ойлаймын. Самое главное результат көрсетсе болды ғой. Ол кім болады? Енді жаңағы Қуан ағаны айтып жатсыз, Нұрдәулет Момыновты айтып жатсыздар. Олар енді бүкіл Қазақстан таниды, олар көрші мемлекеттер бәрі біледі, жақсы тренер ретінде біледі, жақсы спортивный функционер ретінде біледі. Мен ойлаймын енді олар, конечно, әрине көкпарға келіп өз үлесін қосса, кеңеспен қосса, бір дамытуына жасаса, ол жақсы болады деп ойлаймын. Нұр үстіне нұр. Әлбек Қайратұлы, мен оны айтып отқан себебім, біз қазір Олимпиаданы енді әлі талқылап жатырмық. Олимпиада біткен 20 күнге жуықтады. Сонда да білесіз ғой, халықтың назары өте үлкен. Ол жақта алдағы жоспар Олимпиададағы спорт түрлерінде мықтылардың басын қоссақ дейді. Көкпарда да қазақтың мықтылары бар ғой, бір жерге бірге ме ауызбіршілік жасап, осылай бір жүйелі дамыту деймін ғой. Бәріміздің ойымыз, ішкі ниетіміз сондай да. Іс жүзіне асыруға бола ма? Сіз басы қасында жүрсіз ғой. Жігіттердің басын қосуға бола ма, мықты азаматтардың? Әрине, оны қосуға болады. Мен ойлаймын, мысалы қазір көкпарымыз дамыған жер солтүстік, Чимкент, Түркістан облысы, Жамбыл облысы и Қызылорда облысы. Федерациялар бір-бірімен араласады, бір-біріне кеңес көмектеседі. Мен ойлаймын, оны бәрін біріктіруге болады. Біз мысалы Астанада жоқ, біз бәріміз тату, бәрімен араласып, бізде өз чаттарымыз бар, бәріміз бірімен бөлісіп, кеңестермен бөлісеміз, бәріміз араласамыз, ол болады ғой, болмаған. Бірігу керек қой, біріккенде сол кезде береке болады да. Бөлінбеу керек, ол бөлінгенде бөрі жейді ғой, оны бөлігінуге болмайды ол. Жақсы, Әлбек, сізге үлкен рахмет. Уақыт бөліп, мына жерде енді мен бір таң қалғаным, сіз енді үлкен қызметте отырсыз. Екінші жағынан ішінде де жүрсіз да, өзіңіз жаңа жігіттердің басын қосып жатсыз, киінгеннен дайындығын көріп жатсыз. Үлкен жұмыс, және бізде қазір спорттық федерациялардың басшыларына жетіспейтін нәрсе деп ойлаймын. Өйткені тек қана кабинетте, тек қана костюммен емес, осылай ішінде жүрсеңіз, енді жаңа ішінен де біліп жатсыз ғой, біраз нәрсені сіз жоғарында да көріпсіз, астында да көріпсіз. Және алдағы уақытта сәттілік тілеймін, осының бәрін біріктіріп, енді қазір ойыңызда біраз нәрселер бар, ішіңізде жоспарларыңызды айтып жатсыз, соған тек қана мен емес, бүкіл қазақ елі тілектес, мүдделес деп ойлаймын. Бәрімізге де көкпардың дамығаны керек. Жаңа азаматтардың басына келгені, бастары біріккені, жалпы алғанда жаңағы елдің абыройы, еңсесі көтерілгені ғой. Рахмет сіздерге. Рахмет, дұрыс айтасыз. Енді жаңағы сіз федерация жайлы келетін болсақ, мен мысалы ойлаймын, мысалы бокс болсын, күрес болсын, любой федерация болсын, бізде мысалы үстіңгі жақта жақсы адамдарды, бүкіл Қазақстан танитын бизнесмен адамдары, қалталы ақшалары бар адамдарды қояды. Олар өз жағынан жақсы көмек көрсетеді. Енді мен ойлаймын, енді мысалы қазір мен көкпар басшылығында жүрмін ғой, мысалы өзім көкпар ойнап, шабандоздармен сөйлесіп, астыңғы жақта қарапайым халықпен кездесіп сөйлесіп, осылай додада өзім жүрсем, сол кезде жақсы результат болады деп ойлаймын да. Мен өз көзіммен көріп жүрген жақсы да. Мысалы қандай ат туралы, шабандоздар туралы, кімнің қандай жағдайы бар деген сол нұр үстіне нұр ғой. Енді ол мен ойлаймын, мысалы любой федерация, жаңағы сіз айтып жатсыз, қандай бокс болсын, күрес болсын, если сол ішінде жүрсе, бірге тренировка жасап, балалар сбор болғанда сборына қатысып, что там, қалай, не болып жатыр, не керек сендерге деген сол. Бір ауыз көңіл ғой ол, мысалы, оларға да приятно, мотивация, мысалы, бастықтар келіп жатса, сөйлесіп жатса, оларға да приятно да, мотивация. Сөйтіп қолдап көрсету керек. Сол кезде береке болады да, сол кезде жақсы результат болады деп ойлаймын. Біздің спортшыларымыз действительно мықты ғой. Любой спортынан қарасан, біздің қазақтың балалары өте мықты. Все, рахмет үлкен. Жақсы, Асеке. Жолдарыңыз болсын.